Сәлем достар, бүгін біз құймақ дайындаймыз. Ол үшін 2 жұмыртқаны ыдысымызға жарып, оның үстінен қант салып, және оның үстінен шым тұзды салып араластырып, ас содасын қопсытқышты салып тағы да араластырамыз. Барлығын біркелкі болуын қадағалаймыз, және оның үстінен сүт құямыз. Егер сіз көп мөлшерде қаласаңыз, жұмыртқаңызбен сүтіңіздің мол болуын қадағалайсыз, және ұныңыздың да. Және ең аз мөлшер дегенде біздің жасайтын сұйық көлемізге 7 ас қасық үлкен ас қасық ұн қажет болады. Егер қалауыңыз бойынша тәтті болсын десеңіз, қантты да молырақ қоссаңыз болады. Дайын болған смесімізді егер болмай жатса, миксермен араластырып алуға болады. Дайын болған өнімізді сковородкаға салып пісіріп аламыз. Біздің құймағымыз дайын.